Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода since және for сөздерінің айырмашылығын және қолдану ережелерін айтатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, айтылатын мәліметтерді мұқият тыңдаңыз. Since сөзі сөйлемде істеудің қызметін атқарады. Сонымен қатар сөйлемнің соңғы бөлігінде қолданылады. Іс-әрекеттің басталу уақытын білдіреді. Мысалы, I have been studying English since 1993. Мен ағылшынды 1993 жылдан бері үйреніп келемін деген мағынаны білдіретін сөйлем құралады. For сөзі де сөйлемде істеудің қызметін атқарады. Сөйлемнің соңғы бөлігінде қолданылады. Іс-әрекеттің қанша уақытқа созылғандығын білдіреді. Since сөзі іс-әрекеттің қашан басталғандығын білдіретін болса, for сөзі іс-әрекеттің қанша уақытқа созылғандығын білдіреді. Басты айырмашылығы осыда. Мысалы, жаңағы сөйлем I have been studying English for 4 years. Мен ағылшынды 4 жыл бойы үйреніп келемін деген мағынадағы сөйлем құралады. Яғни, байқағанымыздай, since бері, for бойы деген мағынаны білдіреді. Since сөзі нақты бір уақыттың, яғни бір жылдың, немесе айдың, немесе сағаттың, немесе апта атауларының алдында қолданылады. Ал for сөзі сағатты, жылды, айды, күнді айтқанда қолданылады. Яғни 2 days, 4 hours, 5 years, 7 months деп айтқан кезінде қолданылады. Бірақ бұл нақты уақытты білдірмейді. Ал енді видеоны дәл осы жерден тоқтатып, өз еркіңізбен мына тапсырмаларды орындап көріңіз. Ал мен содан соң осы тапсырманың жауаптарымен бөлісетін боламын. Ал енді жауаптармен таныс болайық. Бірінші сөйлемде since қолданылады. Себебі нақты жыл берілген. Келесі сөйлемде for қолданылады. Себебі 3 years деп тұр. Үшінші сөйлемде for қолданылады, себебі months. Жаңа ережеде айтып кеттім, years, months дегендерде for қолданылады. Келесі төртінші сөйлемде since қолданылады, себебі апта күні берілген. Келесі бесінші сөйлемде for қолданылады, себебі бұл жерде қанша жылға созылғандығын айтып тұр. Келесі соңғы сөйлемде since қолданылады, себебі нақты бір уақытты айтып тұр. Бүгінге айтарым осы, сіздерге бүгінгі тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Видео ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк баса кетуді ұмытпаңыз.